Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай керемет мөп-мөлдір болып шығатын абрикостан варенье жасайтын боламыз. Қазақша тосап дейміз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, каналыма жазылып кетіңіздер, ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ең бірінші осылай абрикосымды алып келдім, бір жәшік. Өте тап-таза екен, өзде дәмді екен. Осындай таза суда 2 рет жуып алдым. Біріншісінде міндетті түрде шаңы шығады, 2 рет жуғаннан кейін тап-таза болып шықты. Кептіріп аласыздар, жуып. Одан кейін абрикосым кәдімгідей үлкен болғандықтан 4-ке бөліп тазалап алдым. Достар, мен осылай үйде күнделікті жасаған тамақтармен, тосаптармен, тәттілермен бөлісіп отырамын. Ұнаса міндетті түрде комментарий жазып, каналымды қарап кетсеңіздер болады. Мінекей, тазалап осылай жуып кептіріп алам 2 мәрте. Одан кейін ішіндегі дәнін тазалап, өстіп кесемен тау сияқты үйіп, өстіп өлшеп отырдым мен. Егер сіздер осылай мен үшін кесе ыңғайлы, 1 кесеге 1 кесе қант салып отырамын. Егер сіздерде таразы болса, міндетті түрде таразымен өлшеп салсаңыздар да болады. Менде 4 кесе осындай абрикос шықты. Оған 1 кеседен, яғни 4 кесеге 4 кесе құм шекер салдым. Да түнге қалдырып қойдым. Таңертең осындай су шығып дайын тұрды. Осы дайын тұрған абрикосымды отқа қойып, оттың астын баяулатып, өстіп бір бұрқ еткізіп қайнатып аламын. Асты жабысып қалмау үшін, күйіп кетпеу үшін осындай арнайы, яғни қасықтармен астын шайқап отыруларыңыз керек. Мінекей өстіп көбігі шығып қайнайды. Осылай 10 минутқа қайнатып аласыздар. Көбігін алудың қажеті жоқ. Бұл көбікте бүкіл қант көбікке шығады өстіп. Осылай қайнатып аласыздар. 2 мәрте қайнатасыздар, яғни суытып қоясыздар да, қайнағаннан кейін көбігі тарап, кішкене суығанда тағы бір 5-10 минутқа қайнатып аласыздар. Мөлдіреп, осылай болып пісіп шығады, өзі піскені белгілі болады. Өріктер кәдімгі өліп, пісіп шығады. Оны кәдімгі банкілеріңізді парлап құйып аласыздар. Менде осылай 4-5 кеседен 2 рет қайнатып алдым. Осындай вареньелар шықты. Өте мөп-мөлдір, дәмді болып шықты. Күнделікті жегенге өте керемет. Сондықтан жасап алуларыңызды сұраймын. Рецепт ұнаса міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет.